Хейо достар, сіздермен бірге Ant Nijniy Ice каналы және біз бүгінгі видеомызда Steam'нан ойындар кейбір кезде неге запустить етілмей қалатынын айтып кететін боламыз. Яғни міне кетті және Steam must be running to play this game. Яғни бұл неге шығады? Яғни Steam must be running. Оның кішкене түсінетін адамдар болса түсінеді. Түсінбейтін адам түсінбейді. Яғни мынау менде Homefront ойыны кеше толықтай басылып бітті. Ал біз бүйтеміз. Яғни Steam қайдет. Steam'нан мына шеттен выход дегенді басамыз. Сөйтеміз, сосын қайттан кіретін боламыз достар. Сосын міне обновление кетеді Steam'нің. Содан кейін барып дұрыстап кіреді және ары қарай біз ойынымызда ойнай береміз. Қазір кірсін. Міне подключение аккаунта Steam Ant Nijniy Ice. Міне бізде Homefront ойыны достар. Қойылмайды. Міне енді ойынға смело кіре береді достар. Ну-ка, загрузкасы кетіп жатыр ма? Қойсайын достар. Бүйтіп қойсаламыз, загрузкасы кете береді. Міне достар, осылай біз Steam'дағы ойындарымызды не істей аламыз. Яғни міне бірден кіріп кетеді. Міне кірді достар. Бірақ мен қазір бұл ойынға кірмей қояйын. Кірсем шықпай қалып жүрем. Міне закрыть программу дей салам. Бұл мен істеп жатырмын. Сіздерде бұндай жазу шықпайды. Сіздерде бірден ойынға кіріп кетеді. Яғни достар, конкурсымыз жақында 100 подписчикке жетіп қаламыз деген ойдамын. Енді білмеймін, қырсыққанда 72 подписчикпен қалып қалдық қой достар. Енді көреміз достар, 100 подписчикке жетіп атсақ конкурсымызды жалғастырамыз. Барынша қызықты видео түсіруге тырысып жатырмын. Және конкурс, ноутбукқа драйвер қалай жазамыз. Менің видеоларым не туралы. Әйтеуір бірінші болып комментария жазып, бірінші лайк басып, менің каналымды көріп жатқан адамдарға мен үлкен алғысымды айтатын боламын достар. Болашақта тағы да қызықты видеолар шығарам. Мен әзірше микрофон бұзылып қалғанын айтып кеттім. Енді микрофон алғанша мен өйстіп видео түсіре тұрамын. Ал микрофон алғаннан кейін мына шеттегі ойындардың кез келгенін дегенде бір-екеуін түсіріп кетемін. Яғни арасында енді қандай ойын түсірсек болады. Call of Duty ұзақ болып кетеді. Call of Duty түсірсек болады достар, негізі. Black Ops қызық ойын. Және Left 4 бұл ескі ойын уже. Homefront түсіреміз ол. The Burial оны точно түсіреміз. Онсыз болмайды достар. Және GTA 5 түсіретін боламыз достар. GTA 5. Міне біздің GTA 5-іміз. Егер сіздер смело лайк бассаңыздар, Dead Island Riptide деген ойында түсіретін болам. Яғни Алик кезетін видеоларын көрген болсаңыздар, өлім аралы. Яғни мен өзім Dead Island'та ойнап көретін боламын. Смело лайк, смело коммент достар. Подписаться деген қызыл кнопканы басып, қасында колокольчик басыңыздаршы достар. Себебі менің видеоларымды жіберіп алмайсыздар. 72 подписчик, бірақ 4 просмотр, 6 просмотр ол деген болмайды ғой достар. Колокольчик басып қойыңыздар, болды сосын. Мен қызықты видеоларымнан құтыра алмайсыздар. Давайте достар.